Баршаңызға сәлем, берекелі дастархан арнасының көрермендері. Бүгін сіздермен бірге жидектер қосылған сүзбелі бәлішті дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге ұн және де сары май қажет болады. Майды ұнға ауната отырып үккіштен өткіземіз. Біздегі масса осылай болып шықты. Енді осы массамызға жұмыртқа, қопсытқыш және де қантты қосып, жұмсақ қамырлейміз. Ең алдымен осылай шаңышқымен немесе ас қатыспен араластырып аламыз, сосын жаймен қолмен илейтін боламыз. Қамырымыз дайын, енді салмасын жасап болғанша тынықтыра тұрамыз. Сүзбеге қаймақ, қант және де жұмыртқаны қосып, блендермен езіп аламыз. Салмасы дайын, енді дайындап қойған формамызға қамырымызды жайып аламыз. Қамырды жайып болған соң, сүзбелі массамызды құйып, кез келген жеміс жидектермен әрлейтін боламыз. Кез келген шие немесе таңқурай секілді жидектерді қосуға болады. Енді бәлішімізді 180 градуста қызып тұрған пешке салып, 35 минутта пісіріп аламыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған берекелі дастархан арнасы. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар.